Сәлем достар, бүгін біз муравейник десертін дайындаймыз. Дайындау жолы өте оңай, ал дәмі керемет. Ендеше бастайық. Бізге керегі ұн, қант, бір жұмыртқа, сүт және сары май. Барлығын біркелкі етіп илейміз. Дайын қамырды бірнеше бөлікке бөліп, мұздатқышқа саламыз. Қамыр толығымен қатқан соң, оны ірі үкіштен өткізіп, пісіру қағазын төсеп, үгітілген қамырды 180 градуста 25-30 минуттай алтын түске енгенше пісіреміз. Міне бұл крем дайындау процесі. Сары май мен сгущенка қосамыз. Жақсылап блендермен араластырамыз. Піскен қамырды суытып, оны ұсақтаймыз. Қамыр мен кремді қосып, әртүрлі формада жасауға болады. Бірнеше сағат тоңазытқышқа қойып, жақсылап қатырамыз. Міне біздің керемет дәмді муравейник дайын болды. Жұмсақ, тәтті және хош иісті. Міндетті түрде осы рецепті қолданып көріңіз. Сізге ұнаса, лайк басып, арнаға жазылып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Көріскенше.